Сәлеметсіздер ме, қыздар, жігіттер? Қазір мен сіздерге Zoom қосымша туралы айта кетемін. Zoom қосымша ол аудио және видео конференция үшін арналған қосымша. Оның платный түрі болады, бесплатный түрі болады. Бесплатный түріне 100 адам сыяды, а платный түріне сыя береді неше адам болса да. Ол Zoom-ды енді скачать ету үшін сіз өзіңіздің телефоныңызға байланысты Play Market'тен немесе App Store'дан жүктеп аласыз. Мен Play Market'тен көрсетемін. Так, мына поиск дегенге Zoom деп жазасыз. Сосын мына осындай камерасы бар қосымша шығады, соны басасыз. Сізде енді скачать етіп тұрады, менде открыть деп тұр, себебі менде ол жүктеулі тұр. Сіз скачатьты басасыз, сосын содан кейін открыть деп шығады. Енді негізі бұл Zoom қазір открыть басқанда ол ештеңе шықпайды, себебі оның ссылкасын жасаған адамдар, мысалы спонсорлар жасайды, коучерлар жасайды, спикерлер жасайды. Жасаған адам неге чатқа ссылкасын жібереді, 5-10 минут бұрын жібереді, сосын сол ссылкамен кіресіз. Оған ссылка басқанда оған ешқандай пароль, логин ештеңе керек емес. Кіргеннен кейін астында сол жақта наушник тұрады. Сол наушникті басасыз, сосын вызов через интернет деп шығады. Сол вызов через интернетті басасыз, сонда жаңа жүргізіп жатқан адамның несі шығады. Видеосы, звугі бәрі естіліп тұрады. Сосын сол жерде қоятын сұрақтарыңызды аудиомен я видеоменен қоюға болады. Аудионы нету үшін, аудиомен қою үшін аудионың несін басасыз, а видеомен қою үшін видеокамераның несін басасыз. Міне осы Zoom деген осы. Сәттілік тілеймін баршаңызға.